Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Морфология, параграф 1, су тіршілік көзі. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді графикалық суреттегі мәліметпен толықтырып оқыңдар, ат қойыңдар, негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар. Табиғаттың баға жетпес ең қымбат қазынасының бірі су. Су тіршілік көзі, жердің нәрі. Су адам өмірінде оттектен кейін екінші орын алатын маңызды қосылыс. Адам денесінің 65-70%-ын су құрайды. Ересек адамның денесінде 40-50 литр су болады екен. Атап айтқанда қанның 83%, бұлшық еттердің 75%, мидың 74%, сүйектердің 22%-ы судан тұратын көрінеді. Ал егер денеде 20% су жетіспеушілігі байқалса, онда ол адамның өліп кетуі әбден мүмкін екен. Адам ағзасындағы зат алмасу үдерісі сулы ортада жүретіні белгілі. Адам ағзасына тәулігіне кем дегенде 2 литр су қажет. Сусыз тіршілік жоқ. Денеде күніне болатын 2-4 литр су шығынының орнын қайта толтырып отыру қажет. Мәтіндегі негізгі ақпарат табиғаттың баға жетпес ең қымбат қазынасының бірі су. Су тіршілік көзі, жердің нәрі. Су адам өміріндегі оттектен кейін екінші орын алатын маңызды қосылыс. Осылар негізгі ақпаратқа жатады, ал енді қосымша ақпаратқа адам денесінің 65-70%-ын су құрайды. Ересек адамның денесінде 40-50 литр су болады екен. Атап айтқанда қанның 83%, бұлшық еттердің 75%, мидың 74%, сүйектердің 22%-ы судан тұратын көрінеді. Деген сықылды мәліметтер, бұлар қосымша ақпаратқа жатады. Енді мәтінге ат қоятын болсақ, яғни мәтіннің аты су тіршілік көзі деген тақырып дұрыс келеді. Енді сұрақтарға жауап берейік. Неліктен суды тіршілік көзі дейді? Сандық мәліметтер бойынша диаграмма сызыңдар. Ойларыңды білес жауаппен жеткізіңдер. Егер су болмаса. Себебі сусыз тіршілік жоқ. Адамның әртүрлі мүшелеріндегі судың құрамын мынандай диаграммамен көрсеттік. Мысалы 83% адамның қанында, бұлшық етінде 74%, мидың құрамында, бұлшық еттерде 75%, сүйектерде 22% су болатынын осындай диаграммамен көрсеттік. Енді үшінші, егер су болмаса, тіршілік тоқтап қалары анық. Адам аштыққа біраз шыдайды. Дегенмен сусыз бір күн шыдау мүмкін емес. Себебі адам ағзасының басым бөлігі судан тұрады. Әдеби тілдік норма. Есім сөздердің зат есім, сын есім, сан есімнің орнына жүретін сөз табы есімдік деп аталады. Есімдік заттың өз атауын, белгісін, санының да атын білдірмейді. Тек соларды нұсқап меңзеп көрсетеді де солардың орнына қолданады. Сондықтан да кейде есімдікті орынбасар сөздер деп атайды. Есімдіктер әртүрлі сөз табының орнына жүретіндіктен сөйлемде әртүрлі мүшенің қызметін атқарады. Есімдіктер атау септікте тұрып бастауыш болады. Мысалы, өзің осы жолы сыншы болып қайтыпсың ғой. Есімдіктер барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерінің бірінде тұрып толықтауыш болады. Мысалы, ермек ешқайсысына жауап қайтарған жоқ. Есімдіктер сын есім мен сан есімнің орнына қолданып анықтауыш болады. Мысалы, ешқандай із көрінбейді. Есімдіктер мезгіл мекен мағыналарында үстеудің орнына қолданылса пысықтауыш болады. Мысалы, акула ешқашан тоймайды. Есімдіктер жіктеліп қолданылса немесе сөйлемді тиянақтап тұрса баяндауыш болады. Мысалы, жеткізетін сенсің ғой. Бағанағы күліп тұрған бала шәкірт осы. Есімдік құрамына қарай дара және күрделі есімдік болып екіге бөлінеді. Дара есімдік бір сөзден тұрады. Мысалы, мен, олар, біреу, барлық, қайда, мынау, тағы басқа. Күрделі есімдік екі түбірден жасалады. Мысалы, кімде кім, өз-өзіне, әлде қашан, әркім, ешбір, тағы басқа. Екінші тапсырма. Оқыл мәтінін негізге алып су туралы 5 сөйлем жазыңдар. Есімдіктің қай сөз табының орнына жұмсалып тұрғанын көрсетіңдер. Ешкім сусыз өмір сүре алмайды. Есімдік зат есімнің орнына қолданып тұр. Табиғаттың қымбат қазыналарының бірі осы су. Есімдік етістіктің орнына қолданып тұр. Су барлық адам өміріндегі маңызды қосылыс. Есімдік сан есімнің орнына жұмсалып тұр. Әрбір адам ағзасына тәулігіне кем дегенде 2 литр су қажет. Есімдік сын есімнің орнында қолданылып тұр.
Артық болмас білгенің, жер ғарышта мұхиттар планетасы сияқты болып көрінеді. Оның бетінің 70%-дан астамын су басып жатыр. Судың шамамен 97%-ы мұхиттарда жинақталып, жер ауданының 360 миллион шаршы километрін алып жатыр. Кейбір жерлерде мұхиттың тереңдігі 10 километрден асады. Сұрақ және жауап энциклопедиясынан. Үшінші тапсырма. Тіршілік сөзін қалай түсінесіңдер? Тіршіліктің пайда болуында судың рөлі қандай? Оқу мәтіні деректері бойынша судың адам үшін және табиғат үшін маңызын салыстырыңдар. Судың табиғаттағы маңызы. Табиғаттағы өсімдіктер мен жан-жануарлар үшін сусыз тіршілік жоқ. Су болмаса жер көгермейді, шөп өспесе жануарларға азық болмайды. Судың адам өміріндегі маңызы. Сусыз адам өмір сүре алмайды. Сусыз ас та піспейді, ыдыстар жуылмайды, кір де тазармайды. Қысқасы, адам баласы үшін оттегіден кейін су қажет. Төртінші тапсырма. Берілген мәтінді оқыңдар, өз ойларыңды ортаға салыңдар. Бастау өзендердің басы болып саналатын бұлақ. Тұма суларының жер астынан шымырлап шығып жататын көзі. Бұлақтың көзін ашуды Меккеге сапар шеккендей сауабы үлкен қасиетті істеп санаған. Сол себепті көктем шыға салысымен бастау бұлақтар мен тұмалардың көзін ашып халыққа су жеткізіп сауапты іс жасауға асығайық. Көктем айларында бұлақ көздерін ашып табиғатты таза ұстап, өз қажетімізге дұрыс қолдана білгеніміз жөн. Таза болса табиғат, аман болар адамзат деген сөз бекерге айтылмаған. Бесінші тапсырма. Жоғарыдағы пікір мен төмендегі деректердің бірін таңдап, дәлелдемелік эссе жазыңдар. Мәтінге есімдіктерді кірістіріңдер. Үш көз, су анасы бұлақ, жол анасы тұяқ, сөз анасы құлақ. Әлемнің төрт құраушысы от, су, жел, жер. Төрт дария Ніл, Фират, Жейхун, Сейхун. Эссе. Су анасы бұлақ, сөз анасы құлақ, жол анасы тұяқ. Бұл қазақ халқының даналығын, табиғатпен үйлесімділігін, өмірлік тәжірибесін көрсететін мақал-мәтел. Бұл мақалдың терең мағынасы, даналыққа толы өсиеті бар. Бұлақ жер бетіндегі таза, мөлдір судың бастауы. Ол жер астынан шығып, өзен-көлдерге, теңіз, мұхиттарға жол ашады. Сөз анасы құлақ. Бұл тіркес сөзді дұрыс қабылдау үшін оны тыңдай білу қажеттігін көрсетеді. Сөйлеген адамның сөзін мұқият тыңдамасақ, ешқашан оның ойын, сезімін түсіне алмаймыз. Тыңдау сөздің мағынасын, астарын түсінудің кілті. Жол анасы тұяқ. Бұл тіркес жолдың пайда болуында, қалыптасуында тұяқтың маңызын көрсетеді. Тұяқ жануарлардың, әсіресе жылқының аяғы. Бұрынғы көшпенділер заманында жолдар көбінесе малдың тұяғымен, аяғымен басылып пайда болған. Бұл мақал бізді табиғатты қастерлеуге, сөзді құрметтеуге, еңбек етуге дұрыс жол таңдауға шақырады. Ол бізді өмірдің мәнін, құндылығын түсінуге, даналыққа жетелеуге көмектеседі. Осы мақал қазақ халқының даналығын, өмірлік тәжірибесін, табиғатпен үйлесімділігін көрсететін құнды мұра. Бұл эсседе кездесетін қолданылған есімдік сөздер қарамен сызылып көрсетілген.